көміртекті нанокұрылымдарды айтып өттік. Графиттен мысалы көміртекті нанотрубкалар, наноконустар, фуллегендер алынады деп. Енді келесі солардың мысалға графеннің бірегей қасиеттерін қарастыратын болсақ, термодинамикалық тұрақты көп атомды жаңағы графиттен құралған графен. Бұның беткі қабаты мінекей электрон микроскоп бойынша қарайтын болсақ, кофрланған беткі қабат болады. Және бұларда жаңағы жылулы флуктуациялар кездеседі. Әр ненің қабаттың жаңағы өлшемі 0,35 нанометр болса, ал ненің гофрлы қабаттікі 1 нанометр болады екен. Енді осы егер екі жаңағы ара қатынасын табатын болсақ, оның 105 дәрежесінде жатады. Бұл ара қатынас, егер 10-5, 7 дәрежесіндегі көп қабатты графен, бұл жағдайда өте беріктілік көрсетеді, өзінен жоғары бірнеше есе ауыр заттардың жаңағы өзінің несінен, массасынан көп заттардың тұрақты ұстап тұра алады. Енді біз айттық, мінсіз қатты денелі нанокұрылымдардың пішінді түрлері. Бұл енді біз кванттықты тұрғыда қарайтын болсақ, бұл кванттық тұрғыда біздер айтқанбыз кванттық нүктелер болады. Сол кванттық нүктелер жаңа нанокұрылымдардағы негізгі туғызушы қасиеттерді осы нанокұрылымның кванттық нүктелері айқындайды. Мысалға 2D бағытында болатын болса, бұл кванттық шұңқыр деп аталады. Мына мінекей оның несі, қалыңдық қабаты деп айтуға болады. Егер 1D күйде болатын болса, ондай нені кванттық жіп деп айтады. Бұл шұңқырға қарағанда жұқалау болады, сондықтан да оның да өзінің диаметрі болады. Ал 0D жағдайында кванттық нүктеге айналады. Кванттық нүктенің көлемі кішірек болады. Көлемді зат, мынау кванттық шұңқыр ең көлемді болып шығады. Бұл енді қалай анықталу үшін, мынау жаңағы айтып отқан біздің D дегеніміз ара қашықтық. Осы бұл мінекей жаңағы толқын ұзындығына сәйкесті. Толқын ұзындығы қысқа бола ма, ұзын бола ма, осы анықтаушы біздің жаңағы пішіндеріміз. Енді бұл толқын әр уақытта импульспен сәйкесті болғаннан кейін, мінекей P дегеніміз бұл квази импульсі электронның, немесе жаңағы электрон ұшып кеткен кездегі кристалда қалған тесіктің квази импульсі деп айтуға болады. Егер жартылай өткізгіштік материалдарда деңгейі мінекей 3 нанометрден 30 нанометрге дейін толқын ұзындығы аралықта болады. Егер сол аралықта жататын болса, біз онда біздің наноматериалымызды айта аламыз. Жартылай өткізгіштік қасиет көрсетеді. Енді біз өткенде де алдыңғы тақырыптарда мысалы қарастырғанбыз. Нанокұрылыстар бұл ең жаңағы пішіні 1 мен 100 нанометрдің арасындағы электрондардың болуы мүмкін тесіктер және квази бөлшектердің осы қозғалысы бізге жаңа кванттық размерлі мынау эффектілерге әкеліп соғады. Енді әртүрлі жаңа зат материалдар алынудың жаңа қасиеттері, жартылай өткіштік қасиеттер көрсетуі, солардың мысалға біз коллоидтық деңгейде кванттық нүктелер қарастыратын болсақ, мысалға кадмий селен өте жаңағы
қызығушылықты туғызатын жартылай өткіштердің бірі мінекей, егер осы сіңіру жолағын қарастыратын болсақ, онда толқын ұзындығының мінекей қандай деңгейде жатқандарын көруге болады. Қай жаңағы бағыттың өзгеруіне байланысты мінекей өзгеріп отыр. Бұл дегеніміз люминесцент кадмий селен, бұл тек қана жартылай өткіштік әсері, бұның люминесценттік қасиеті көрсетеді. Сондықтан да люминесценттік қасиет көрсету деген мінекей байқасаңыздар 500 нанометрде жасыл сіңіру, кішкене одан жоғарырақ мінекей 550-де ол сары жолақ. Мінекей осындай люминесценциялық нано бөлшектердің жаңағы мынау диапазондарының өзгеруі бұл 1 мен 10 нанометрдің арасында. Бұндай нано бөлшектер, мысалы кадмий селен, кадмий телур, цинк селен және де басқалар, бұлар коллоидтық химияның негізінде алынған золь-гель процесінің өнімдері. Өздігінен жаңағы біздің құрылыстың ішінде пайда болған кванттық нүктелер пайда болды. Атомдық күштік микроскоптың жаңағы егер біз сол арқылы қарастыратын болсақ, мінекей өздігінен пайда болатын индий фосфор кванттық нүктелер кескіні галлий арсенидінің беткі қабатында қалай орналасқан. Пленканың беткі қабатында жаңағы галлий арсенидінің пайда болды. Бұл енді өсу механизмі Странский Крастанова әдісімен алынады. Міне мынау біз өткенде де айтқанбыз, әр жаңа жартылай өткіштің несі кванттық нүктелердің пайда болуының өзі сэндвич сияқты болады. Бір топ мысалға плюс және минус катод пен анодтың электродтардың деңгейінде мінекей бірінші неде қабатта мінекей П ауысымды галлий арсениді, одан кейін мінекей индий галлий фосфор сары екі слой жатыр, и ортасында жаңағы нано құрылымды біздің өткізгіш. Сонда мінекей осы схемадағы осы мынау біз алып отқан мынау неміз транзисторымыз, бұл мысалға лазердің негізгі сұлбасы деп айтылады. То есть лазерді алудың, сәулесін алудың негізгі сұлбаларының бір схема. Өздігінен ұйымдастырылған кванттық нүктелі заттарды гетероқұрылымдар жартылай өткіштердің электрондық және оптикалық қасиеттерінің наноинженерия кезеңіне айналып тұрады. Кремнийлік нано кристалдардағы кванттық өлшемді әсер, то есть мынау егер жаңағы негізі пленканың мынау кремний болатын болса, одан кейін кремнийдің оксиді, сонда беткі қабатын мінекей 10 нанометрде қандай жаңағы орналыста журнал прикладной физикиде осыны көрсеткен. Бұл алғашқы пайда болған нанокристалдық кремнийлік кванттық өлшемдер деп айтуға болады. Тиым салынған аумақ үшін кванттық өлшемді әсері жаңа 2D кванттық шұңқырдан болатын болса, 0-ге дейін жаңағы нүктеге дейін жүргенде өте күшейетінін біз мынау кремнийдің мысалында байқаймыз. Қалай өзгерістердің әсерінің өзгеруі. Жартылай өткізгіш гетероқұрылымдардағы кванттық шұңқырлар. Гетеро дегеннің өзі әртүрлі деген сөзден белгілі болады. Сондықтан да мінекей, егер классикалық түрде қарастыратын болсақ, мінекей алюминий, галлий арсенидінің энергетикалық деңгейін қарасаңдар қандай. Ал
егер біздер жаңағы неге галлий арсенидін қосып екі гетеро жасайтын болса, міне валенттік зонадан электрондардың жаңағы өту зонасы жеңілдейтінін біз байқаймыз. Мінекей мына жерде мінекей қызыл жолақпен көрсетіп қойған. Сонда міне егер біздер энергетикалық деңгейде Е2 мынау энергетикалық деңгейдің толқын ұзындығының арасындағы ара байланысты қарасаңдар, Е1-дің толқын ұзындығының жеңілдейтін бір немен өтетін. Екі әртүрлі жартылай өткіштерден жасалған құрылым тыйым салынған аумақтың, мына жерде мінекей тыйым салынған аумақтың әртүрлі кеңдігімен беріледі. Бұл гетеро құрылым деп аталады. Кванттық шұңқыр мінекей көрсеткен екінші графикте. Тар тыйым салынған аумаққа кеңірек тыйым салынған аумақ болып табылатын екі жартылай өткіштердің арасында бекітілген жартылай өткіштің қабатында түзіледі. Мына жерде байқасаңдар, мынау шұңқырдың пайда болуы бізде екі алюминий галлий арсенидінің екеуінің арасындағы галлий арсенидінің несі, жаңағы қабаты. Гетеро құрылымдарды өткенде де айтқам, осы жаңағы анықтама беріп осындай зерттеуді алған үшін Алферовқа 2000 жылы Нобель сыйлығы берілді. Енді нанотехнология немесе нанохимия біздер пәнаралық байланысы қандай болады? Нанотехнологияның пәнаралық байланысы бұл өткеннен айтқан негізі, оның фундаменті физика, химия және биология білімдері. Және наноматериалдар, наноқұрылымдар жасаудағы әдістерді кең пайдалануымен, сонымен қатар адами қызметтің әртүрлі облыстарында, соның ішінде техникада және медицинада тапсырмаларды шешу үшін нанотехнологияны қолданудың маңыздылығымен анықталады. Әртүрлі облыстарда өнер білімдердің салымдары синергизм алып келеді. Жаңа өнер білімдер пайда болады. Бұл жаңа технологиялардың қарқынды дамуына себепші болып табылады. То есть алса синергизм деген әр өзіндік қасиеті бір жиналған кезінде бұл синергиялық эффект береді, одан ары қарай өте қарқынды жылжу болады.